камераға жаққа қарап тұрып айтайын. Істеп жатқан іс-әрекеті өте ауыр. Машина қақып кеткен етті алып келіп, Құдай сақтасын, бауыздалмаған, қан шықпаған етті алып келіп базарға сатып, қанша адамның күнәсіне қалып жатыр, байсың, жалпақ келмей. Шыққан қанды қасапшы қолын, пышақты міндетті түрде не істейді? Жуат. Неге тазалап жатсың десең, ар жағын білмейді. Ең бірінші бауыздалған кезде қан не болады? Арам болады. Бір тістен харам кіретін болса, жейтін болсаң, 40 күнге дейін оның несі дұғасы қабыл болмайды дейді пайғамбарымыз. Харам ас жеу арқылы сен тозаққа кіруіңе себепкер болады деген нәрсе ғой, енді қарап тұратын болсақ. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл Науат подкасты. Бүгін бізде қонақта ауданымыздың бас имамы Наби Нұрдәулет мырза және Науат кафесінің басшысы Мақсат Қанатұлы. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз адал ас жөнінде болмақ. Жалпы Науат кафесінің мақсаты негізі халыққа халал асты, адал асты ұсыну. Сол мақсатымызға сай осы бүгінгі подкастымызда адал ас туралы бір әңгіме қозғауды жөн көріп отырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көзқарақты көрермен және құрметті бауырлар. Мынау подкаст жүргізіп отқан Нұрғазы бауырымыз, осы Науат кафесінің басшысы Мақсат бауырымыз осы жерге шақырған. Сіздерге Алланың нұры жаусын, баршаңызға Алланың рахметі, берекеті, жақсылығы жаусын. Осы отырыста, подкастта қызықты бір дүниелерді, керемет бір өзімізге, осы дүниемізге, ақыретімізге бір пайдалы бір нәрсе аламыз деген үміттеміз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум барша жұрттарға. Науат подкасты осы 3-ші бөлім болып жатыр. Баста айтқандай, Нұрғазы әр нәрсеміздің берекесін берсін, әне Аллах. Науат подкасты бізде Нұреге басында айтылып жатқандай, бір халыққа кішігірім пайдасын тигізетіндей нәрседе болсын деген сияқты. Өзіміздегі қазіргі елге қызмет деген нәрсе болды. Халыққа осы кафенің мәселесі, халал кафе қазалға осындай адамдар халал деген негізі енді адал деген нәрсе. Адал аспен тамақтанса екен деген үмітте, ниетте ашқан болатынбыз. Әрі қарай елге қандай қызмет етеміз дегенде әйтеуір бір-бірімізге осы команда осындай нәрсені істейік, подкаст берейік. Хотя халық көріп отқан кезде де бір осы жерден пайда алса екен деген нәрсемен сол Нұрдәулетті шақырып отқан себебіміз де сол еді. Халық көріп отқан қаншама халықтар бар, білмей жүрген нәрсесі бар екен. Харам деген қазір көп нәрседе халал деп кетті. Бір нәрсе ананың өзі халал деп кетті. Жалпы маркетингке жақсы болып кетті. Халал деген. Андай халал деп айтса, жақсы өтеді деген нәрсе болып кетті ма? Сол нәрседен бір өзіңіздің бір халал дегенде бізде енді адал деп қазақша мағынасын айтып кетіп атамыз, түсіндіріп. Адал дегенде соның бір өзіңіздің айтып түсіндіріп кетсеңіз. Енді жоғарыда айтып жатсыздар, Науат кафесі халға, елге өзінің адал қызметін атқарып жатыр деп. Енді көпшілік болғаннан кейін қоғамдық орын ғой, қанша адам келеді, қазақта керемет сөз бар. Қарғыс алма, алғыс ал дейді. Сондықтан негізгі мақсат бірінші кезекте алғыс алу, халықтың алғысын алу. Оның ар жағында енді Алланың бұйырған амалы адам баласы адал аспен ауқаттану, адал асты тұтыну. Жалпы дінде, шариғатымызда бүкіл нәрсені ақ пен қараны ажыратқандай қылып көптеген мәселелерді ара жібін ашып кеткен. Жалпы Құранда, пайғамбарымыздың сүннетінде айтылмаған мәселелер жоқтың қасы. Соның ішінде де осы айрықша адал ас туралы түсіндіріп, ашып беріп кеткен. Сол Алла Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінде айтады: "Ей айуханнас, ей адам баласы, кулу мимма фил арди халалан тайиба."
жер бетінде мына жерде таза әрі халал нәрсені жеңдер деп Алла тағала анық бұйырып жатыр. Екінші бір аятта келеді, Маида сүресінде: «Вакулу мимма разақахумуллаху халалан тайиба». Алланың өздеріңе берген таза әрі адал болған рызықтарыңды жеңдер деп Алла тағала Құран кәрімде істеді айрықша атап өтеді. Енді бұл жерде ғалымдарымыз адал деген, яғни халал ас деген нәрсеге екі шартты қояды. Бірінші шарты жеп жатқан сусының болмаса тамағың адалынан болу. Ол енді қарап тұрса, мынау ұшқан құс, жүгірген аң, аспан мен жердің ортасындағы бүкіл жаратылыстардың барлығы мынау адам баласына Алла тағаланың берген ең үлкен нығметі. Оның ішінде көкөнісі бар, жануарлар бар, жеміс жидектер бар. Қарап тұрсаң, барлығы не? Алланың жаратқан адам баласы үшін, адамның бір пайдасы үшін, пайдалану үшін, біздерге былайша айтқан кезде қолданыс ретінде игілік үшін берген нығмет. Бірақ сол нығметтердің ішінде бір-екі нәрсені Алла тағала не істеді? Адал емес деп адам баласына жеуге рұқсат бермей не істеді? Тыйды, харам қылды. Адам үшін. Пенде бірақ сол көп мөлшердегі адал болған астардың, адал болған сусындардың ысырып тастап, ішіндегі белгіленген бір кішкене ғана тыйып қойған нәрселерге құмар болады. Оның мысалға харам болған, адал емес болған ащы су, арақ, одан кейін еттерінің ішіндегі мынау шошқаның, доңыздың еті, қарап тұрса жабайы аңдардың ішіндегі осы нәрселерді қарап тұрсақ не істейді? Анық қылады. Екі шарты дедік, жаңа жоғары айтқан. Бірінші шарты жеп жатқан тамағың адал болу. Міне, бірінші адал болу деген нәрсе, астың адал болу, бірінші жеп жатқан тамағың адал болу. Екінші, сол жеп жатқан адал асыңның келу жолының адал болуы. Келу жол. Мысалға, бірінші түсінікті, енді жеп жатқан тамағың адал. Етің сойған, мысалы, қой болсын, басқа адамға қандай ет шарттары бар. Бисмилля деп сою, өзінің жаңа қыблаға қаратып сою, өзінің әдебімен сою, шариғаттың талап еткен шарттарымен сою, оны жеп жатыр. Ол түсінікті. Бірінші, астың адал болу. Екінші, келу жолының адал болу деген, мысалға қарап тұратын болсаң, бір адам парамен, болмаса жемқорлықпен, болмаса жаңағыдай біреуді ұрып соғумен, неше түрлі дұрыс болмаған ақысына кірумен ақша тауып, сол ақшадан бала шағасына нәпақасын, нанды, болмаса тамақты, үйіндегі азық-түлікті сол ақшадан апарып беріп жатса, ол адал емес. Жалпы осы екі шартты қояды ғалымдар, ислам дінінде екі шарт орындалса, ол ас не болады? Адал болады. Біз тек қана ойламауымыз керек, мынау жеп жатқан етіміз бисмилля деп сойылған, өзінің шартымен орындалған, бірақ ол қандай жолмен келіп жатыр? Қалай келіп жатыр? Тек қана жаңағыдай шошқаның етіне, болмаса жаңағы арақ шарапқа ғана қадалып қалмау керек деп жатқаным онда. Ар жағында келу жолына да қарау керек. Қанша адам жүр, бала шағасын жаңағыдай адал емес болған жолмен ырзық несібесін алып келіп, біреуді қорқытумен, үркітумен, жаңағыдай пара алумен, неше түрлі нәрселермен алып келіп, балаларын ырзықтандырып жатыр. Ол жеп жатқан ас қанша жерден табиғат адал болғанмен, келу жолы адал болмағаннан кейін дұрыс емес, оның жеп жатқан харам жолмен келіп жатқан ас болып саналады. Ғалымдарымыз осы екі нәрсені істейді, жолға қояды, шарт қояды, былайша айтқан кезде, астың адал болу үшін. Адал да ол үшін негізінде пайдасы бар ғой. Берекеті бар. Харам дегеннен кейін деп, бірақ біздің осы ата-бабаларымыз бір харам, мынау нәрсе зиян деп қабылдап қойған, зиянды біліп тұрады, бірақ сол нәрсеге барып қалады дейді. Бірақ адал аспен тамақтанып, харамның бір жерге кез келген нәрседен бір зияны келіп тұрады дейді ғой. Мысалы, одан сен береке таппайсың дейді. Береке табылма, берекелі бір қарап отырсаң жағдай бір жақсы болып жатқан сияқты, бірақ бір жерінен зиян болып қалады, кейде бір туысқандардың бір балда шағасынан бір зиян тиіп қалып жатады. Адал емес жолмен тапқан ақша болады, көп болғанымен бірақ берекесі болмайды деген сияқты ғой. Сондай болып жатыр. Сосын мынандай нәрселер бар да, мысалы мынандай мәселе бар. Кейбір енді қонақтарға барамыз, жиындарға барамыз, кейбір адамдар
жаңағы қонаққа барған үйдің иесінен сұрап жатады да, мына ет қалай, бисмиллахпен сойылған ба, көзің жете ма деген сияқты сұрақтарды қойып жатады. Сол нәрсе негізі дұрыс па, немесе қонаққа барғанда ол нәрсені айту жалпы әдепке қарсы келе ма, сол жағын бір түсіндіріп жіберсеңіз. Жалпы қазақ халқы ежелден ислам дінін ұстанып келе жатыр. Қарап тұрсақ, қанша ғасыр болды. Біздің тіпті салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз барлығы исламмен біте қайнасып жатыр. Оған мысал айтса, қазір осы жерде неше түрлі мысалдарды істеуге болады, алып келуге болады. Кейбір дәстүрлеріміз бар, салттарымыз бар. Ар жағын үлкендерден сұрасаң, істеуге болмайды дейді, бірақ не үшін болмайды десе, ар жағын айтпайды. Ортада не үшін айтпайды? Ортада совет үкіметі болды, оның алдында патша үкіметі болды. Кезінде енді дінді насихаттайтын болса, жалпы айтатын болса, ол кезде бірден жаңағыдай сүргінге ұшырататын болған, ату жазасына кесетін болған, басқа қылған. Сол үшін көптеген біздің өміріміздегі кейбір дәстүрлер, салттар, тыйымдардың барлығын үлкендерден сұрасаң, не үшін болмайды десең, ар жағында жаман болады. Деп ана жерден тыя салады, бірақ ар жағындағы нәрсені айтпайды. Ар жағын қазып келетін болса, Алланың аяты шығады, болмаса пайғамбардың несі шығады, хадисі шығатын болған. Ол мысалдар көп. Енді жаңа сұраққа келетін болсақ, айтып жатқаны, біреуден сойып жатқан малың адалма деп сұрауың мұсылман екендігіне былайша айтқан кезде ол адамның қарап тұрсаң, жай ғана қарапайым мысал, бізде ауылда мал сойған кезде, қараңызшы, мал сойған кезде мынау тамақты бауыздаған уақытта шыққан қанды қасапшы қолын, пышақты міндетті түрде не істейді? Жуады. Міндетті түрде жуады, анау сойылған малды. Оны әдет қылып алған қасапшылардан сұрайсың, не үшін өйтіп жаңа қолға су құйдыртып, пышақты жудыртып, неге тазалап жатсың десең, ар жағын білмейді. Бірақ біздер мынау неде жүрген кезде, медреседе жүрген кезде фиқ сабақтарын, фиқ дәрістерін өттік. Сол жерде осы құрбан шалудың өзінің әдебін, ретін, пайғамбардың хадистерін алып келеді. Мына жердегі мынау ең бірінші бауыздалған кездегі қан не болады? Арам болады. Оны міндетті түрде пышақты, анау үстіне тиген киімі, киіміне тиген қаны, қолына тиген қаны барлығы не болады? Нәжіс болады. Анаумен намаз оқылмайды, құлшылық қылмайды. Сондықтан қарап тұрсаң, хадисті алып келіп, біздің нелеріміз, ата-бабаларымыз өзінің салтына, дәстүріне сіңдіріп жіберген, бірақ не істеп жатқандарын өздері не істемейді, білмейді. Білмейді. Енді қараңыз, мынау сойған кездегі малдың шыққан қаны харамда, ал сүйектегі, еттегі мынау кәдімгі тұрған бірінші шықпаған, одан кейін бойында тұрған қандар денеге тиетін болса, киімге тиетін болса, ода тұрған не жоқ, ешқандай мәселе жоқ. Ал ең бірінші мынау қанды бауыздаған кездегі шыққан қан не болады? Арам болады. Қарап тұрса, біздің үлкендеріміз, қазіргі жүрген қасапшы ағаларымыз, көкелеріміз, аталарымыз, бабаларымыз оның барлығын дінде былай деп айтылған, хадисте былай деп айтпаған, керісінше не істеген? Салтқа, дәстүрге кәдімгі әдет қылып сіңдіріп жіберген да, арман қарай уже сіңдіріп жіберген мал сойған кезде. Осы жерде енді Мәке сізге бір сұрақ болып тұр. Енді жалпы қазір Науат кафесінде халыққа адал ас ұсынып жатсыздар ғой. Енді осы адал ас ұсыну жалпы процесс қалай болады сіздерде? Жаңа малды сойған кезде шарттарына сәйкес келуі деген нәрселерді қазір айтып жатырмыз ғой. Сондай шарттарға сай келе ма? Жалпы сіздер халал сертификатын алған кезде қандай сіздерде процесс болды, жұмыс барысы қалай болды? Сол жайында бір айта кетсеңіз. Менде ең бірінші басталып жатқан кезде Науат чайханасында сол нәрсеге, ет мәселесіне үлкен мән берген. Қарап, ол даже үлкен ең бірінші басталып жатқан кезде ана малды барып сойып жатқан кезде өзім қарап тұратын. Өзім ауыздаймын. Адалдығына көз жеткізіп,
өзіміз барып сойып алып келіп, өзіміз оны кесіп, мариновка істеп, енді сондай нәрселерді істедік қой адалмен. Қазір үлкен көлемде әйтеуір қазіргі малдарымыз сойылып жатыр. Қазір қарап малға қарамаймыз, қазір адамға қарайтын болдық. Адамды кімнен алып жатырмын, оны сұраймын. Қазіргі таңда өзіміздің діндегі бауырларымыз қазір айналысып жатқан, әкеліп жатқан малдарымыз бар. Сол өзіміздің діндегі бауырларымыз. Мен телефоннан сұрап, мақсат осындай сиыр бар еді, қой бар еді деп сұраған кезде, сен сойған кезде бисмилля деп айтасың ба? Обязательно айтамын ғой дейді да. Айтамын ғой, бисмилля деп айтып, қанжар дұрыстап сойып, болды ма, білемін ғой деген сияқты нәрсемен айтылады. Сол нәрсесіне үлкен мән береміз. Ең бірінші бізде ет мәселесі. Содан кейін менің КМДБ жаңа халал сертификатын алатын кезде үлкен қиындықтар туындады. Ол нәрсемен бізде жаңағы Қызылордада істеп келген інім бар, жаңағы бауырым Олжас, одан кейін Гүлдана ханым бар еді. Солар істеп жүрген кафелерде КМДБ жаңағы сертификатын алған. Олар жөн уже білет, нені қосу керек, нені қоспау керек. Көп нәрседен, жаңа мәзірлерден кейбір тамақтарды алып тастадық. Оның орнына қайта нені қосу керек, байланысып отырып олармен сол заттарды алып тастап, қайттан қосып, оның орнына нені қосуымыз керек. Сол заттарды алдыртып отырып, қазір көп таңда сол Қызылордадан алдыртып жатқанымыз сол заттардың бәрін. Өйткені біздің ауылда көп нәрсе табылмайды. Содан кейін алдық, сол нәрсемен жұмыс істестік. Келіп тексеріп тұратын, каждый холодильникке кіріп келеді да, кухнямызға кіріп келеді, не қосып жатсың, неге қосып жатсың, ұрысып кетеді, наны қосып керек, наны бүйту керек деп жақсы қадағалауда болды. Қазіргі таңда бізде келесі жылы 25-те қайттан жаңалап, КМДБ-ның өзінің уақытысы бар. 1 жылға дейін не береді, мерзім береді. Сол енді келесі жылы сол 25-те қайттан Құдай қаласа соны бастайын деп отыр. Лицензияны жаңалайсыз. Лицензияны жаңалау керек болады. Жалпы көп негізінде басында әр нәрседе жаңа айтады ғой, Аллах Тағаланың несінде халал жолмен сынақтар беріледі ғой. Оңай емес болады негізі. Қиын болады. Қиын сияқты болып көрінеді негізі. Өзіңе ауыр сияқты болады. Анаңмен қалай істеуге болады. Бірақ жолдарын ашып қояды да, бір жеңіл жолдарын. Мынау бар екен ғой, орнында мынау бар, бізге айтып түсіндіріп жатқан кезде, басында айтады, мынау болмайды. Мен не тамақ істеймін деп жатқан кезде. Міне мынау тұр, міне КМДБ-ның сертификатын алған, міне деп содан кейін барып, жұмыс істесіп кеткеннен, процесстен кейін, оңай болады екен ғой істеуге деп. Жалпы жақсы нәрсеге өту ауырлау ғой. Басында жаңа Нұрекең айтқан сияқты болатын шығар, бір адал емес, халал емес нәрселер көп сияқты болып, басында адал астар аз сияқты болатын шығар, бір қиындық болып жатқан кезде. Кейіннен уже көзіңіз жеткен кезде уже былай қарап тұрсаңыз, енді КМДБ сізге рекомендация береді ғой, мына тағамды пайдаланыңдар, осындай халал деген кезде уже адал емес азайып қалғаны көрінетін шығар, сол кезде уже кішкене. Сондай ғой. Енді неде өзі аудан халқы кішкене жер болғаннан кейін бәрі көрініп отырады, білініп отырады. Көбіне сыртқа шығып келген бауырларымыз бар. Облыс орталықтарында, үлкен мегаполистерде сыртқа шығып, осындай қоғамдық орындарда тамақ жеп, адамдардың қызмет қылуын, асхананың жаңағыдай тамақ пісіруін, барлығын енді сырттан осындай қоғамдық орындарда тамақ жеу мәселесін біліп, осы төңіректе білген кісілер осы ауданда, өзіміздің ауылда халал сертификатын алды деген кезде осындай қоғамдық орында болады, шайханасы кезінде бәрі былайша айтқан кезде не қылып жатыр да, таң қалып, Аллаға шүкір, өзіміздің ауылдан да, өзіміздің тұрғылықты жердегі кәсіпкер
бауырымыздың мынандай халал сертификатын алып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына беріп отқан мынау халал сертификатын алудың өзі былайша айтқан кезде адамдардың осы науат шайханасына, науат кафесіне деген былайша айтқан кезде сенімі артқан үстіне арта түсті. Емін еркін мысалға осындай қоғамдық орындар жетеді ғой ауданда неше түрлі, бірақ ішінде міндетті түрде несі бар, спиртной араластырылған ортасы бар, басқасы бар. Бала шағаңмен, ағайынмен, туысқаныңмен, болмаса сырт жақтан қонақ келген кезде бір апара қояйын десең, өзің дін жолында жүргеннен кейін, намаз оқып жүргеннен кейін, шамалы жаңа ащы судан аулақ болғаннан кейін осындай таза, керемет, бір адал жерге келіп, жаңағыдай арқа-жарқа болып, бір емін еркін отырып, ешқандай бір уайымдамай, анау тамақ қандай ма, мынау сусы мынандай ма демей, емін еркін отырып, арқаңды кеңге салып келіп, әңгімеңді айтып, өзің қауқылдасып, туғаныңмен, туысқаныңмен, жақыныңмен осындай өйстіп кеткен кезде адамдардың барлығы былайша айтқанда шынымен қуанды. Сондықтан бұл қуаныш күмәндырмайды дейсің сол кезде. Осы халал сертификаты бар ғой. Халал сертификатын қалай алуға болады, ол жерде қандай шарттарға сәйкес келу керек, қызметіңіз немесе асханаңыз деген сияқты. Сол жағына мысалға кәсіпкерлер болуы мүмкін ғой, алғысы келіп жүрген қазір бізді көріп отырған бір кәсіпкер осы кафе саласымен айналысатын, осы тамақтандыру орталығымен айналысатын адамдар болса, осы әңгімеден кейін мысалға сол халал сертификатын алуға кішкене бір ұмтылуы да мүмкін. Енді сол жалпы халал сертификаты қалай беріледі, оны алу үшін қандай шарттарға сәйкес келу керек, сол туралы айтып берсеңіздер бір кішкене. Халал сертификаты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы несі бар. Халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дейді. Арнайы тек қана мынау тамақ ішетін орындарға емес, жалпы барлық етке, құсқа, жұмыртқаға, сосын белгілі бір орындарға жалпылай істеліп жатқан не іс әрекет адал сол нәрсеге не істейді, өзінің несін сертификатын береді. Бірақ енді басым көпшілігі бұл тамақтану орындарына беріліп жатыр қазіргі уақытта. Енді ауданда алғашқылардың бірі болып осы науат шайханасы алды, әлі де жалғасын тауып келе жатыр. Бұл жерде тек қана бір сертификатпен шектеліп қалу емес, енді бұл жердегі ар жағындағы бір мақсаты да халықтың алғысын алып, адал қызмет қылып, адал табыс табу ғой. Енді ар жағындағы негізі адал рызық несібені теру. Енді халал сертификатын басқа кәсіп ашып, осындай қоғамдық орындар, тамақтану орнын адалынан жасаймын, арам болған нәрселерді жолатпаймын, өзімнің неме жеп отқан, ішіп отқан асымды адалынан табайын деген бауырларымыз болатын болса, облыста арнайы осы халал сертификатын беретін арнайы маман бар. Сол кісілермен хабарласып, сол кісілерге келіп, осы сертификат алатын орынға арнайлап келіп, тексеру жүргізіп, өздерінің шарттарын, талаптарын қойып, осы сертификатты неседі арнайлап діни басқармадан алдыртып береді. Бірақ шарттары енді бұл діни басқарма осы халал сертификаттың шарты өте шамалы қаталдау. Тек қана бізде қаталдық болу керек. Тек қана еттен, болмаса басқа жағынан емес, әрбір қойып жатқан мынау тамақ дастарханға қойылатын кейбір жерлерде конфеттер бар, оның ішінде жаңағыдай рұқсат етілмеген қоспалар болуы мүмкін. Сусындар, жеп жатқан, десертке келіп жатқан жаңағы торттар, басқа жаңағыдай нелер бар, шоколадтар алдыңызға келген, оның ішінде мысалға рұқсат етілмеген қоспалар болуы мүмкін. Тек қана жаңа біз ойлап қалуымыз мүмкін, ет, болмаса жаңа басқа нәрсе емес, одан бөлекте жалпылай берілетін не бар, тексерілетін қоспалар бар, құрамдар бар. Жаңа айтып отқандай, әрбір тамақтың өзінің несі бар, қоспасы бар, соусы бар деген секілді ар жағында тексеріле беретін нәрселер бар. Сондықтан халал сертификаты өзінің арнайы шарттары бар, талаптары бар. Сол талаптарды орындаса, ол мекемеге, болмаса жаңағы орынға халал сертификатын арнайлап несиеде береді. Бұл жердегі мақсат енді берудегі мақсат ол орынның, ол жердің
таза, адал жаңағы шарттарды орындау арқылы өзінің несін адалынан табуға осы именно шоколадта тұрған не бар, жаңағыдай нәрседе не бар деп не алып қалуы мүмкін. Мысалы шоколадқа бұл харам, халал харам деген бола ма деген нәрсе. Кейде ана күмәнді қоспалар болады ғой. Күмәнді деген енді ол жерде білмейміз, ол адал болуы да мүмкін деген сияқты не болады. Сол нәрсені ізденістің ар жағында жеудің нәрсенің, мысалы адалдықты іздеудің нәрсенің өзіндегі не пайдасы бар деген нәрсе, мысалы сұрақ, мысалы оның ізденуі, мысалы мен нан шоколадты жеуім керек деп дальше ізденуі, оның өзі бір Аллахқа жақындауы ма, қалай? Не енді адам адал ас болмаса сусын адалынан ауқаттану арқылы адамның ең бірінші кезекте жүрегі тынышталады, жүрегі тазарады. Сосын ғалымдарымыз айтады, адам адал ас жеу арқылы ақ пен қараны ажырататын, былайша айтқан кезде не береді, бір оған артықшылық береді. Мынау ақ, мынау қара, мынау дұрыс, мынау бұрыс деген нәрсені анау жүрегімен істеп тұрады. Тазарған сайын таза нәрсе сезіп тұрады. Өйткені тазалық қой ар жағында. Ал енді таза емес, адал емес, біздің тілмен айтайықшы, қазақтың қарапайым тілмен айтқан кезде адал емес, яғни харам нәрсені қолдану арқылы адам қандай нәрсеге тап болады. Бірінші кезекте адамның ең бірінші несі бұл азғындыққа итермелейді. Адам адал емес, харам нәрсені жейтін болса, жаңағыдай нәрсе деген сияқты, мысалы бір жаңа шоколад болса, ода мүмкін коньяк бар. Нормально ғой, жаймен жей береді. Мүмкін шайтанның бір системасы, шактикасында болады, бір күні келді дұрыс еткізеді. Өзіне қақпаннан сөйледі. Жай келіп, мынау болады, мынау болады ғой деп. Мысалы кейбір жаңағы киришки дейді ғой, киришки жаңағы тіске басатын чипсы дейді, сол нәрселердің кейбір нәрселерінде мысалға жазылып тұрады сыртында, бекон деп тұрады. Мысалы ол қарап тұрса, ол шошқаның несі етінен жасалған, соның қоспасы қосылған, бірақ ол жерде дұрыс емес та енді. Бірақ оны мән бермей жаңағыдай орып жүрсің, ішінде құрамын қарасаң шошқаның еті деп жазылып тұр, сен оған мән бермей орып жатсың, жаңағыдай нәрсе адамның бойын азғындыққа. Ертең қалай өзіңнің дұрыс емес мінезіңнің дұрыс емес екендігін, ата-анаңа дұрыс мәміле жасамай жатсың, өзің жаңағы аузыңнан ақ ит кіреді, көк ит шығады, оның барлығы сенің жеп жатқан асыңның себебінен болуы мүмкін. Бірінші азғындыққа істеді, душар қылдырады. Екінші нәрсе, оның дұғасының қабыл болмайды. Сен харам ас жеп жатсың, шошқаның еті болады, қабан ба, борсық па, не жаңағыдай шошқа тектес жануарлар. Арақ ішіп жүрсің, дұғаң қабыл болмайды. Жеп жатқан жаңағы асың пара алып жатсың, жаңағы жемқорлықпен айналысып жатсың, біреудің хақысын жеп жатсың, біреуді ұрып соғып ақшасын тартып алып жатсың. Қалай сенің дұғаң қабыл болады? Қалай сенің дұғаң болады? Айтып жатады ғой, менің дұғам қабылмайды, сұрап менікі не қылмайды, қабылдамайды. Даже жеп жатқан асына қарау керек дейсің. Жеп жатқан асыңның адалдығына қарау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызметшісі Анас ибн Малик өзі хадима расулулла дейді, мен пайғамбардың қызметшісі деп өзінің атын атаған кезде сол сөзді қосатын болған. Кішкентай кезден пайғамбарымызға келіп ата-анасы әкеліп тастайды, мынау сенің қызметіңде болсын деп пайғамбарымызға. Кішкентай кезден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызметінде, дүниеден ақтық демі шығам деген пайғамбарымның қызметінде болады Анас ибн Малик. Сол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды, Алланың елшісі, мен дұғам қабыл болу үшін не істеуім керек деген кезде, адал кәсіп қыл. Сол кезде сенің дұғаң қабыл болады. Егер сенің ішіңе бір кесек, бір тістен харам кіретін болса, жейтін болсаң, 40 күнге дейін оның дұғасы қабыл болмайды дейді пайғамбарымыз. Яғни дұғаң қабыл болу үшін сен дұрыс, адал тамақ жеуің керек.
бір кесек үзім адамның ішіне кіретін болса, оның 40 күн дұғасы қабылданбайды. Бұл үшінші нәрсесі. Одан кейінгі үшінші нәрсе, құлшылықта, жалпы сауапты амалдарда жалқаулық танытады. Төртінші, сол харам ас жеу арқылы адамның несі ертең Алланың алдына барған кезде азапқа душар етеді, жеп жатқан мән бермей. Егер біліп тұрсаң да мынау нәрсе адал емес деп біліп тұрып жүрсең де ертең қияметте не болады? Азабы қатты болады. Тағы да бір айта кететін, кей кезде мысалға әсіресе мына үлкен жолдың, тоғыз жолдың торабы дейді, үлкен трассаларда үлкен жылдамдықпен келе жатқан кезде қойды, болмаса ешкіні, болмаса жаңағы сиырды, жылқыны басып кетіп жатады, түйелерді. Ол бауыздалмаған, өзі шариғат өзіміздің немен қан шығармаған, ол сойып кетті, еті қап-қара болып жатыр, көрген кезде, кей кезде көресің, мысалы сондай жағдайлар тап болған. Соны алып келіп, Құдай сақтасын, ана бауыздалмаған, қан шықпаған етті алып келіп, базарға өткізіп, арзан бағада, енді харам ғой, ол әңгіменің ашығы харам. Сол адал емес нәрсені алып келіп, базарға өткізіп, бағасын төмен түсіріп, қанша адамға байытқан кезде бір емес, қанша 10 шақты адамның адал емес етті, арам етті жеуіне ол кейбір жігіттер себеп көріп отырады. Сол адам білсін, камераға жаққа қарап тұрып айтайын, мына жаққа қарап тұрып. Ол адам білсін, ол істеп жатқан іс-әрекеті өте ауыр нәрсе. Шариғат жолымен өзіміздің қан шығарып, бауыздалып, адал болған жолмен соймай, керісінше жаңағыдай машина қақып кеткен етті алып келіп, Құдай сақтасын, бауыздалмаған, қан шықпаған етті алып келіп базарға сатып, қанша адамның күнәсін ағалап жатыр, жалпақ келмеді. Қанша адамның күнәсін арқалап жатыр. Сол үшін абай болыңдар жігіттер. Ол нәрсе берекеге де келмейді, негізінде бір пайда көріп істегісі келетін шығар, бірақ ол берекесіне келмейді, ары кеткен кезде де бір нәрсесіне зиян келтіреді ол нәрсе. Мынандай сұрақтан әке, енді өзіңіз бірінші енді осы халал шайхананы, халал кафені ашпас бұрын өзіңіз бірінші халал тамақтану, өзіңізді, отбасыңызды халалдан тамақтандырдыңыз ғой, енді адал ас ішуді үйрендіңіз, өзіңіз адал ас іштіңіз, отбасыңызға адал ас ішкіздіңіз. Енді қазір енді Аллаға шүкір кәсібіңіз бар, белгілі бір жеткен жетістігіңіз бар. Осы сіздің кәсібіңіздің берекесіне, жұмысыңыздың алға жүруіне, жеткен жетістіктеріңізге сол ішкен адал асыңыздың бір әсері бар деп ойлайсыз ба? Әрине, ең бірінші бізде кафені бастамай тұрғанда да, ол даже исламды қабылдаған кезде колбаса жемей қалдық қой. Сөздің шыны керекше, ана колбаса қалай келіп жатыр, не істеп жатыр, ол кезде бір видеороликтер шығып жатады. Ана сүйегіме ора жіберіп жатыр, мал солайын тыстап жіберіп жатыр деген сияқты. Колбаса жеуден кәдімгідей қорқып қалдық, әже колбаса жемей қалдық. И сол нәрсемен бірақ кейін сұрастырып, мына колбасаны міне Таразда осындай колбаса істейтін жер бар екен. Ал келіп айтылғаннан кейін барып көрдік, таза істейді екен, не алған екен, мына колбаса дұрыс екен дегеннен кейін барып сонымен колбаса жеуді бастадым. Мысалы сол кезде бір колбаса жеп кафені бастаған кезде енді мен не нәрсе мен істеймін тамақты деген нәрселер болып қалды. Сонда қиыншылықтар болды, бірақ Аллахтың қалауымен әйтеуір басталғаннан кейін қазір КМДБ-ның сертификатын алып қаншама колбасалар келіп жатыр, тексерісте болып жатыр. Өйткені мен КМДБ-ның мен алған сертификатын алған кезде қаталдығынан қарап, олар өйткені кәдімгідей келіп холодильникті ашып тексеріп келіп, мынаны қоспаңдар, мынаны істеп жатса, тексеріп үлкен қалаларда вообще контрольда, мықты контрольда болады. Қарап отқан кезде уже қазір көмәніз әйтеуір КМДБ-ның сертификаты бар ма, алып жеп жатыр. Қазір көбейген, алхамдулилlah, Аллахқа шүкір, әйтеуір жолымызды ашып беріп жатыр ғой. Басында қиыншылықтар болды, бірақ шүкір қазір әйтеуір жолдары ашылып, қазір кәдімгідей бұрынғыдай емес, көп нәрселер әйтеуір доступно табылып жатыр. Бізде енді жалпы осы ас төңірегінде, ас ауқат, тамақ төңірегінде
қазақ халқы қай уақытта да енді біздің кеше ғана келген жоқ қой ислам діні, бәленбай ғасырдан бері ислам діні ұстанып келе жатыр. Темір қазық болып сол нәрсені ұстанып, жаңағы жоғарыда айтқан мысал, жай ғана мысал, мал сойған кезде міндетті түрде не істейді, сойылған жерін, басын, мүшесін, қолын, пышақ бәрін сумен жуады. Оның өзі үлкен бір мысал да. Енді айтайын деп тұрған нәрсе, мынау дәл осы нәрседе адаласты отбасыңа сіңдіру, үйде жүрген Құдай қосқан жарыңа, Алла берген бала шағаңа қалай тамақты адалынан жеу, адалынан табу, ырзық несібені кәсіпті адалынан жасау деген нәрсені насихаттау керек қой. Енді оларда ертең үлкен елдің болашағы болады, азамат болады, өседі, өнеді, бір үлкен бір шаңырақ болады. Бірақ кішкентай кезінен соларға адал астың маңыздылығын, адал астың жаңағыдай қажет екендігін, өміріңе, ертең ақыретіңе оның пайдасы бар екенін түсіндіру керек қой. Сол осы тұста мынау Хазіреті Әбу Бәкірдің қиссасы бар. Хазіреті Әбу Бәкір, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жан жолдасы болған. Үңгірде екі адам болатын болса, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, екіншісі осы Хазіреті Әбу Бәкір. Бүкіл сынақтардан, бүкіл қиыншылықтарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге өткерген, былайша айтқан кезде ең жақын деген жан достарының бірі. Сол кісі қызметшісімен жаңағыдай әрбір жеп жатқан асының, тамағының, келіп жатқан ырзық несібесінің барлығын адалынан келіп жатқанын қадағалайтын болған. Қандай үйіне ет келетін болса, ас келетін болса, тамақ келетін болса, қалай, қай жақтан келіп жатыр, қандай нәрсеге алынып жатыр, не нәрсеге келіп жатыр, кімнің қаражатына келіп жатыр, ол келіп жатқан қаражат қандай деген секілді ар жағындағы тұрған нәрсе енді тақуалық қой, енді Алладан шынайы қорқу, ар жағындағы дінді жақсы ұстану, беріктік. Бір күні қызметшісі не істейді? Ас алып келіп, ет алып келіп, алдына қояды. Сонда Хазіреті Әбу Бәкір жаңағыны жейді, жеп аты есіне түседі, қызметшісінен сұрайды. Өзі ішке шамалып кеткен, енді жеп тоқтатады, сұрайды, мына нәрсені қаяқтан алып келдің дейді қызметшісіне. Қызметшісі баяғыда мынау исламды қабылдамай тұрып кезінде мен сәуегейлікпен, бал ашумен, жаңағыдай нәрсемен айналысқам дейді. Соны біреуге біздің тілмен айтқан кезде отвечаюға істеп берген дейді, қарызға. Бал аштым, қарызға дейді, сосын берерсің дедім дейді. Сонымен күндер өтті, кеше алдыма келіп жаңағы бұрынғы қарыз болған ақшасын, бал ашқан кездегі қарызын маған кеше берген, соған осы асты алып келдім. Сонда Хазіреті Әбу орнынан алып тұрып, аузындағы нәрселердің барлығын сыртқа қарай шығарып, қолын кеңірдегіне дейін тығып, ішіндегі жеген еттердің барлығын істеген, сыртқа қарай шығарып жіберген. Сонда Әбу Бәкір Алладан дұға қылады, Алла, мынау менің ішіме кеткендердің кесірінен өзің сақта деп, я Раб, дұға қылады. Сонда қызметшісі Хазіреті Әбу Бәкірден сұрайды, халифа, соншама күйіп піскеніңе дейді. Соншама бұндай нәрсе жасағаныңа дейді. Сонда Хазіреті Әбу Бәкір айтады, сен білесің бе дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынау ағзасына бір түйір, бір кесек ас кететін болса, харамнан болған ас кететін болса, ішке қарай оның ол тек жаһаннаммен ғана тазаратындығын айтқан дейді. Яғни харам болған ас ішке кіретін болса, ол тек жаһаннамның тазартатындығын айтып жатыр. Енді ар жағында сен харам ас жеу арқылы сен тозаққа кіруіңе себепкер болады деген нәрсе ғой. Енді қарап тұрмыз. Хазіреті Әбу Бәкірдің несі жеп жатқан асына әрбір мынау кеңірдекке, өңешке кетіп жатқан нәрсесіне не істеген мән беретін болған. Адалдығына, тазалығына, дұрыс жолмен келіп жатқандығын барлығына не істеген мән беретін болған. Сол сияқты бізде отбасымызда бала шағамызға, ағайындарға, туысқанда, жан жағына мынау жеп жатқан асың адал ма, дұрыс па, қандай жолмен келіп жатыр, тауып жатқан ырзық несібең, нәпақаң дұрысынан тауып жатсың ба деген секілді. Енді қазір Құдай сақтасын, көптеген неше түрлі дұрыс емес, адал емес кейбір кәсіптер шықты, мысалға ставка дейді. Ставка арқылы қанша адамның
өмірі ойрандалып жатыр. Ол шариғат дін бойынша біздің жалпы қазаққа жат нәрсе. Ол қанша адамның шаңырағы шайқалып кетіп жатыр. Ол жолмен тапқан ақшада не емес, адал емес. Ыстап біттігі блудомания, мысалы 500 мың салатты ішінен 2 миллион 3 миллион көтеріп жатыр. Ол 2 миллиондан не істеп жатыр? Бала шағасына, ағайындарына, туысқандарына жұмсап жатыр. Ол адал емес мысалы. Сол үшін әрбір отбасыға, шаңыраққа жаңағыдай астың, кәсіптің, жүріс-тұрыстың адалынан болу, насихаттау әрбір мұсылманның енді парызы ғой. Жалпы енді бүгін Нұреке өзіңіз келіп енді осы біздің подкастымыздың көрермендеріне, өзімізге де біраз ақпарат болды осы халал туралы, адал ас туралы, адал емес ас туралы жалпы маңызды ақпараттарыңызбен бөлісіп жатсыз. Енді осы подкастымызды қорытындылайтын бір көрермендерге айтатын кеңестеріңіз болса, бір ауыздан қорытындыласақ. Осы қорытындылайтын болсақ, жаңа қанша нәрсені Нұрекеңнен естіп жатырық, көп нәрседен білгеніміз бар, білмегеніміз қаншама екен, білмейтіндеріміз де көп қой. Сол сияқты жаңа ең бірінші өзіміздегі мақсатымыз өсіп келген ұрпаққа, өзіміздің бала шағамызға адал аспен, адал кәсіппен айналысуға барынша әйтеуір қолымыздан келгенше күш салып, соны үйретуге тырысып жатырмыз. Олар да кейінгі ұрпақтарға әйтеуір адалынан жасауды нәсіп қылса, біздегі әке шешемізде енді қазір неғылып жатқан кезде бұрында айтатын еді, кәсіп жаңағыдай немен өттік қой, біз кеңес одағынан келдік, бізде осындай еді, осындай еді дейді. Бірақ түбінде тұрған кезде мама мынау болмайды, мынандай адал ғой, мынау мынанша деген кезде иә дейді. Уже қайттан қазіргі таңда адал нәрсенің берекелі екенін түсініп, осыны жақсы келген кезде, түсініп жатқан кезде, үлкен сол сияқты кеш болып қалған кезде түсінбей, жас кезден сол нәрсеге тәрбиелеп, баулып, баршаларыңызды сол адал аспен, адал кәсіппен айналысуды тілейміз. Халқымыз айтады, арамнан алған түйеден, адалдан алған ешкі артық дейді. Кезінде бабаларымыз, Кенесары хан бабамыз жаңа дінсіздердің отанына барып тұрған уақытта тіпті жылқысының аузына шүберек байлап, сол жердің шөбін жемесін деген секілді сондай бір не болған. Адалынан болсын деп үстіндегі мінгес атына дейін тіпті не істеген, адалдығына сақтанған. Қарап тұрсақ, солардың біздер енді қазір ұрпақтарымыз. Сондықтан айтатынымыз адал кәсіп жасау, адал астан тамақтану. Енді сіздердің ұжымдарыңызға, Науат ұжымына жалпы басшылық етіп отырған бастап ар жағына жасап жатқан әрбір жұмысшы осы жерде тек қана халыққа адал тамақ ұсынып қана қоймай, бәлкім олар да өздері осы адал тамақ ұсыну арқылы адал кәсіп жасап отыр. Адалынан тауып отыр. Сондықтан адал сөйлеу, адал жұмыс істеу, адал халал тамақтану барлығы трендке шығу керек қой. Біздің тілмен, қазіргі жастардың тілмен тренд болу керек те бұл нәрсе. Адалынан жүру, адалынан тамақ ішу, адалынан сөйлеу деген секілді. Сондықтан Алла жасап жүрген, халыққа деп жасап жүрген адал кәсіптеріңізге Алла берекет берсін. Біздерді, ұрпақтарымызды тек қана адал жүріп, адал тұратын, адал сөйлейтін, сол арқылы осы дүниеде және ақыретте жүзі жарық болған біздерді пенделерден қылсын. Дұрыс, тренд деген нәрсе өте жақсы ғой. Балдар қазір не нәрсе, кішілердің бәрі трендке қызығады ғой. Мысалы кезінде баяғы әншілерге андай бір телевизорден кім шығады, соларға бәріне қызықса, қазір мысалы Нұрсұлтан ұстаз келіп жатқан кезде осы Қазалыда келіп жатыр ғой. Сол кезде кафеге келіп тамақтанып жатса, далаға шықсам, кішкентай олардың бәрі тұр да. Нұрсұлтан ұстаздың суретке түсу керек, Нұрсұлтан ұстаз дейді, кішкентай. Нұрсұлтан ұстаз трендте. Сол қызықтырып жатыр да. Олар өскенде имам болғысы келеді, иә.
дінді, сол нәрсе тренд қылып жатыр. Сол сияқты мына кәсіпті де, адал кәсіпті де бір тренд қылса деген нәрсемен ол кішігірім ұрпақтар уже қызығады кафеге бару, бірдеңе бірдеңемен айналысу. Адамдар сен КМДБ-ның сертификаты ол базарда да тұрса, жаңағы ет дүкендерінде де тұрып сертификат алып жатса, не нәрсе, осыны үлкен неден береді екен деп кішкентай балалар да ертең өсіп келатқан, сол кәсіппен айналысып келатқан кезде ана мал сойып жатқан кішкентай балалар да болады, ана сертификатты мен де алсам екен деген сияқты тренд болып жатса. Тренд деген осы. Жалпы қазір Аллаға шүкір, қазір біздің замандастарымыз бар, біздің құрдастарымыз бар, бізден кейінгі інілеріміз бар. Жалпы дүкендерге барған кезде көбіне даже мороженое алатын болса да, балмұздақ, жаңағы чипсы деген сияқты айтып отқан әрбір құрамына қарап жүретін жастар көбейіп жатыр қазір. Мынау халал ма деп. Соған байланысты сұраныс халалға сұраныс артқан сайын қазір кәсіпкерлер де көбіне қазір халал нәрсені іздеп жатыр, халал тағамдарды іздеп жатыр ма? Значит, сол бұрын халал мороженое таппайтын еді. КМДБ-ның белгісі бар, мороженое табу қиын еді. Қазір бір толып тұрған холодильниктің ішінің енді кемінде 40-50% әйтеуір халал мороженелер бар, халал сертификаты бар өнімдер. Жалпы дүкендерде де қазір халал сертификаты бар өнімдер көп қолжетімді. Жалпы сол келгендеріңізге рахмет. Жалпы адал ас пен адал емес, адал мен арамның ара жігін ажырататын бір жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Бізді қарап отырған көрермендерімізге де бір ақпарат болды, өзімізге де ақпарат болды. Келгендеріңізге рахмет. Сіздерге де кәсіптеріңізге береке берсін. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің подкастымыздың бүгінгі бөлімі осымен аяқталды. Баршаңызға рахмет. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз.